Балаларының құжаттарын электронды тіркеген ата-аналар енді деректерін таппай әлекке түсіп жатыр. Себебі егов мобайл қосымшасында бұған дейін бала жайлы болған ақпараттардың барлығы ұшты үйлі жоғалып кеткен. Тіпті бастапқыда барлық дерек сақталған, отбасы деген бөліктің өзі жоқ. Енді ата-аналар осының салдарынан ұлттық қордан балаларына қаражат дұрыс түспей қала ма деп алаңдап отыр. Семья деген отдельно не болды ғой, исчезла же. Сейчас нету. Қазір біз Еговқа тоже звондасақ, олар тоже определенный бір ответ бере алмайды. Міне, осы сұрақ көптеген ата-ананы мазалап отыр. Еговқа балаларының құжаттарын өз қолымен тіркеп, артынша іздеп таба алмай қалғандардың бірі Батпа Қалдыбекова. Петропавлдық тұрғынның 6 баласына ұлттық қордан қаражат түсуі тиіс. Ақпан айында төлем жасалады деп жатыр ғой. Енді сол толық түсе ма, түспей ма төлемдер? Біз сол жағына алаңдаулымыз. Ұлттық қор өкілдері алаңдауға негіз жоқ дейді. Баланың қаражаты биыл түспесе, келер жылы жинақталып салынатынын жеткізді. Кейбір азаматтар уақытылы куәлігін алмауы мүмкін. Болмаса бір қосарланған жеке сәйкестендіру нөмірі болуы мүмкін, түрлі өмірлік жағдайлар болуы мүмкін ғой. Сол себепті де егер қандай да бір жағдаймен биылғы жылы қаражатын алынмаса, ол қаражатты міндетті түрде келесі жылы алады. Оған ең бастысы осы бағдарламаның операторы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жүгінсе жеткілікті. Ал Егов порталында, Егов мобайл қосымшасында балалардың деректері жиналған отбасы бөлігінің жоқ болып кету себебін жауапты мамандар былай түсіндірді. Қазіргі таңда egov.kz порталында және Егов мобайл мобильді қосымшасында отбасы бөлімін қазір күнде қолданушылардың ыңғайлығы үшін біз алып тастадық. Барлық ақпараттың балалар жайлы қазір күнде цифрлық құжаттар бөлімінен Егов мобайл мобильді қосымшасынан тексеру қажет. Бұған дейін Егов мобайл қосымшасында балалардың электронды құжатын тексеру үшін Егов мобайл қосымшасына кіретінбіз. Мына жерде отбасы деген бөлік болатын. Бірақ қазір бұл жерден отбасы бөлігі алынып тасталды. Ол басты беттегі цифрлық құжаттамалар деген бөлікке орналастырылды. Міне, бұл жерде отбасы деген бөлік тұр. Осыны бассаңыз, балаңыз жайлы толық ақпарат шығады. Міне, баланы қосу керек болатын болса, қосу деген батырманы басасыз. Ал егерде балаңыз жайлы қандайда бір ақпарат қате берілген болатын болса, міне жоғары жағында 3 түймеше тұр. Осыны басып, қате ақпарат берілгендігі жөнінде хабарлайсыз. Халық күткен ұлттық қор балаларға қаражаты 1 ақпаннан бастап аударылады деп жоспарланған. Ал төлем жыл сайын бір рет жылдың басында жүргізіледі. Қаржы 18 жасқа дейін және 18-ге биыл толатын балалардың барлығының есеп шотына түседі. Самал Қабышева, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.